Түркістан облысында сөйлеу қабілеті бұзылған және ақыл есінде кемістігі бар балаларға арналған мектеп-интернаттан шу шықты. Себебі Төле би ауданындағы нөмір 2 интернатына ойда жоқта келген арнайы комиссия денсаулығы жарамсыз балаларды жаппай қарапай мектепке жіберілсін деп интернаттан шығара бастаған. Ата-аналар бұл онсыз да жарымжан балалардың құқығын таптау десе, интернат қызметкерлері балаларды әдейі таратып мектеп ғимаратын бәзбіреулерге бермекші деп санайды. Төле би ауданының орталығы Ленгірде орналасқан нөмір 2 мектеп-интернат қазір араның ұясындай гуілдеп тұр. Тілінің мүкісі бар балалардан бастап, сал ауруы мен аутизмге шалдыққан балалардың ата-аналары ұл-қызын суыт жеткен комиссия түгел интернаттан шығарып қарапай мектепке қуып жатыр дейді. Мен баламды 1-ші классы қарапай мектепке бергем. 3 ай барды, барады, жылап қайтады үйге. Неге десе бармаймын дейді ол мектепте. Сүйреп алып кіріп тастап кеткен кезінде болды. Неге мазақтан ұрамын? Мазақтайды, үйде апай айтады, апай сіздің балаңыз түк қақпайды дейді. Оқытайын десем ұйықтап қалады дейді. Бұдан үлкен сыныптағы балам айтады, мама дейді, барлығы кемістеді. Мен намыстанамын, інімді сөйтіп кеміскенде дейді. Бұна мектепте ше? Бұл мектепке келген мен балам жазатын. Ол кезде шыны керек төсекке де сеп қояды. Ақыл есінде кемістігі бар баланы жай мектепке жіберу бала құқын таптау дегенге мұндағы ұжымда қосылады. Себебі шәкірттерінің көпшілігі өз әрекетіне жауап бере алмайды екен. Жалпы соңғы бірер айда интернатты жабады екен деген қаңқу сөз жиілеген. Бұл шындыққа айналса 150 қызметкер жаппай жұмыссыз қаламыз дейді. Жаңағы осы интернатты жабады екен дағыны, жаңағы жайлы мектеп соғады екен деп естіп жатырмыз. Нақты әлі колледж соғады екен, бірақ нақты ондай мәлімет бізге жеке өзімізге ешкім айтқан жоқ. Бірақ енді мына балдардың барлығын комиссиядан өткізіп, барлығын шығарып жатқан екен, біз сол күдіктің расталып жатқанына күдіктеніп жатырмыз. Комиссия отырған кабинетке наразы ата-аналар басып кіргенде тексерушілер абдырап қалды. Тіпті кейбірі толтырып отқан құжаттарын жыртып, жан-жағына лақтыра бастады. Министрліктің бұйрығы бойынша тілінде ғана мүкістігі бар балаларды ғана жай мектепке ауыстырамыз дейді. Барлық мектепте сіздеріңдерде жеңіл жаңағы дәрежедегі тіл бұзылысы бар балдар бар ғой, соларды біз мектептерге жіберіп жатырмыз. Олар мектепте толық көмек алады, психологиялық көмек. Себебі заң шыққан сондай. Сіздер шешпейсіздер, ол заң бойынша шешіліп қойған. Ол жерге біз қорытынды берсек балаға, мектепке барған балаға мектеп условия создавать етеді. Түсіндіңіздер ме? Әлі ешкімді шығармадық дегенімен сол жердегі ата-аналар комиссияның шығарылсын деген қорытындысы бар мөрір басылып, қол қойылған анықтамаларды көрсете бастады. Жарымжан баланың құқын таптап жатыр деген ата-анамен 60 жылдық тарихы бар мектеп-интернат ұжымы енді комиссияның әрекетіне қатысты жаппай бас прокуратураға арыз тастамақшы. Бек Абиев, Нұрмахан Орынбасар, КТК, Түркістан облысынан.